Сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Сіздермен мен Серікбаева Ұлжалғас. Бүгінгі видеода барлық медик студенттер білуі тиіс микроскоп құрылысын түсіндіремін. Микроскоп құрылысына тоқталмас бұрын кішкене жасушаны шолып өтсек. Бізге белгілі, барлық тірі организм ол жасушадан тұрады. Жасушада барлық маңызды қоректену, тыныс алу, зат алмасу және энергия алмасу процестері жүреді. Осыған байланысты біз жасушаны барлық тірі организмдердің құрылымдық және функционалдық бірлігі ретінде қарастырамыз. Ал микроскоп құрылысына келсек, микроскоп бұл көптеген ұсақ заттардың үлкейтілген кескінін алуға арналған бірнеше линзалар бар құрал. Микроскопты лабораториялық зертханаларда, әсіресе медицина саласында жиі қолданады. Құрылысына байланысты микроскоп екі негізгі бөліктен тұрады: оптикалық және механикалық бөлік. Оптикалық бөлікке окуляр және объективті жатқызамыз. Бұл бөліктер кескіннің қалыптасуына жауап береді. Механикалық бөлігіне келсек, микроскоптың механикалық бөлігіне тубус, штатив, заттық үстелше, макровинттер және микровинттерді жатқызамыз. Назарларыңызға рахмет. Видео ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.